17 жылдан кейін мебельный цехты үлкен масштабқа шығардық. Осындай запроспен маған семейный пара келеді Алматы қаласынан. Сонда 17 жыл бойы олар мебель жасап, бірақ үлкен масштабқа шыға алмаған. Бұл жақта ең бірінші ИП-ны жөндеді, сонан кейін бұл жақта өздерінің моральдар, тосы олар түсінбегенде дасы бар, 22-23 адам жұмыс жасайды. Бірағында әр адамның энергиясы әртүрлі ғой. И сол кезде мына бір адамды орнынан басқа жерге ауыстырдық, бұны профориентация деп айтады. Бітті сразу же сатылым көтеріле бастады. Сонан кейін оларға түсінік келді, что ол сараңдық жасап жүргенін. Сонда 50 сантиметр матадан ол өзінің сараңдығын түсінді да. Просто адам в реальности оны түсінбейді да. И сөйтіп, когда түсініп полный инструментті алған кезде, бұл жақта неге бұлар шықты масштабқа? Өйткені семейный пара бірге келді олар, и бірге түсініп бастады, бірге практиковать етіп бастады да. Коучингта нақты полный семейный разбор жасалынады, ол жақта жеке календар беріледі, и бұл жақта кәдімгідей практика ғой. То есть мынандай ғой, сенде бүгін қандай күн, сен қашан договорға қол қоясың, ипыңды мынандай қылып ауыстыру керек, ана адамды мына күні жұмысқа алу керек, мына рекламаны именно бүгін беру керек дегеннің бәрін түгел, ол жақта 10% теория, 90% практика. Күнде сен байланыста отырасың. И тек қана жеке календарға ғана қарап, біз жұмыс жасаймыз да. Сонда эмоцияны көтеріліп кетті, сондағы айтқан мынандай кейс болды. 500 мың теңгені телефон сындырып тастаған ғой, потому что 5-те-1 эмоциясы көтеріліп кетті, алда тарс еткізіп, менің айтқаным болмай қалды деді. Жерге битіп телефонды просто қолынан битіп, кәдімгідей лақтырып жіберген кезде ана телефон шашылып қалады ғой. Содан кейіннен келіп айтады ғой, менің 9-шы күнімде қалай эмоциямды көтеріліп кетіп, ана қонақ кетті, енді өзімізше шай ішейік деген кезде іштік қой қазір деп момент болады, ол момент адамның эмоциясы көтеріліп кетеді. Бұл жақта енді біз четко конкретно 9 компетенциямен жұмыс жасаймыз да. И когда уже коучинг барысында болып жатқан дүние ғой бұл. И сол кезде ол өзін түсінді да, мен мына жерде мынандай қателік жасадым. И сол кезде айтады, Айсұлу ханым, мен түсіндім, енді мен түсіндім эмоцияның не екенін, енді мен мына 9 компетенцияны түсіндім. Менде 9 компетенция, 9-шы компетенция көтеріліп кетті эмоциям. 500 мың теңгеден мен 1 минутта айырылдым деді ғой. Мен түсіндім, енді адамдар неге ақша жоғалтатынын деді. И именно осы семейный пара өте үлкен масштабқа шықты. Коучинг сабақта өмірдің заңдылығы бар. Жеке календар бар, сенің өзіңнің моралің бар, то сенің өзіңнің претензияң бар. Әр миссияда 33-ке адам толған кезде, әр миссияның өзінің претензиясы, моралі бар. Мен сенімен келіспеймін дейді. Оны күйеуі онымен келіспейді, ол онымен келіспейді. Содан кейін әдемі гармоничный отбасы болып мықты қып тұрып бизнес көтерді. 60 миллионның салоннан наличкаға жібін алды, қаншама недвижимость сатып алды. И самое главное, олардың бизнестары 5x-ті атып үлкен прям трехэтажный прям үлкен цехтарды соғып алды олар. И вот именно действительно масштаб деген осы, содан кейін оны системаға қойып тастады да. Олар табыс көзін тауып жатыр. И тағы да басқа осы коучинг сабақта Турциямен біз келісім шартқа отырғызып оларды бәрін түгел қарап жасады да. Өздерінің жеке брендовый никогда ойламаған, ойлаңыздар, что мебель сатып отырып, өздерінің детский одеждасын брендировать етіп жасап, через Турцию солай бренд жасап алды ғой. Қазір олардың өздерінің жеке брендтері бар, кроме мебельного. И тағы да енді запроспен келеді, мен ажырасам бітті, маған болды, мен тұрмаймын деген запроспен тағы да бір келіншек келеді, 4 бала шағасы бар екен. И сол кезде ол түсінді. Осы коучинг сабақта тағы да беретін мықты инструмент бар, ол 3 платформа и әйелдің 9 покрытиясы деген бар. И сол моментте ол түсінеді ғой. Оказывается, мен өзімді жоғалтып алыппын ғой. Оказывается, мен өзімді ең соңғы орнына қалдырыппын. Күйеуім мені 9 компетенциямен, оказывается, ол жаппаған екен ғой. Менің минусым. Содан кейін ол уже қыдырып бастады, я. Содан кейін ол уже ода любовница пайда болды. Мен түсіндім. Бітті, Айсұлу ханым болды деді ғой. Все. И біз жұмыс жасадық, осы жұмыс барысында, коучинг барысында оған түсінік келеді. Ол айтады, мен 4 баланы туып, мен өзімнің кім екенімді ұмытып, мен мама болып алғам оған дейді. Ал еркектерге мама керек емес та, оларға действительно әйел керек. И сөйтіп барып ол өз-өзімен жұмыс жасаған кезінде бітті. Оны айтады ғой, мынау не деген керемет дүние дейді да. Мен дейді да, мен вообще сене алмай отырмын дейді да. Өйткені бұның күйеуінің
мына келіншекке деген махаббаты оянады ғой, өйткені ол өзін тапты. И вот бұның артында тағы да мынандай, осы мына кейстің артында тағы бір кейс жатыр ғой. Сөйтіп өзін тапқан кезде өзінің собственный бизнесін ашып кетеді. То есть ол уже салон красотыда бұрында оқыған екен, бір шашты жөндеп, тырнақты жөндеп, бетті жөндеп оқыған екен. Именно соны дамытып бастады да. Потому что оның гештаты сол болып тұр ғой. Из-за того, что ода женский красота болмады, оның күйеуі гуляттап кеткен ғой. И сөйтіп өзінің жаңағы коучинг арқасында соны алды, полный инструментті алды, қашан ашу керек, қашан не істеу керек, кімді қаяққа қою керек екенін түсінген кезде, плюс еще не только отбасын сақтап қалды, тағы да бұл өзінің собственный бизнесін ашып кетті да. Осында керемет бізде чудолар болып жатыр. На самом деле это мощный конкретный инструмент. Просто мен айтатын едім да, құрал бұл әр қазаққа керек, өмірдегі керек құрал да. Бұл жақта сенің қарым-қатынасың да бар, бұл жақта сенің үлкен бизнесіңнің масштабы бар. Ол прямо как ауадай қажет та бизнесмендерге. Егер де сенің отбасында гармония болмаса, саған ауадай қажет та бұл сабақ. Неге? Өйткені сен түсінесің ана күйеуіңнің энергиясын, қандай жылда жүргенін сен түсінесің, оның ойын түсінесің, әрекетін түсінесің. И сен өзіңді өзгертесің. Болды. Сен өзгерген кезде ана күйеуің сенің өзгереді. Балаларыңды сен түсінесің. Неге олар бір-бірімен қырылып қалатынын түсінесің да. И вот сол кезде сен соны түсінген кезде бітті. Түсінік келген кезде саған сабыр келеді. Сабыр келген кезде бәрін толық сен ақылмен шешесің. Ал когда отбасымызда бізде гармония болған кезде, бізде бизнес сол кезде дамиды, өседі, өнеді и 10x атады. Неге? Потому что бизнес біздің отбасымыздан басталады. До тех пор сенің отбасыңда туған-туысқаныңмен қарым-қатынасың болмаса, сен бизнесті никак көтере алмайсың. Өйткені бұл морально-кармический долг деп айтады да бұны. Егер сенде морально-кармический долг, мораль сен бұздың ба, қарым-қатынасты бұздың ба, материально міндетті түрде сен жоғалтасың. И оның әр кімнің жоғалтатының өзінің жылы бар. Мысалы, жеке 7-ші жылда недвижимость сатуға болмайды. Саттың ба, сен ақшасы қаласың. Осының бәрі түгел жілік майын шағып тұрып берген кезде кез келген адам жеке брендті қалыптастырады да, түсінік келеді, ол бақытты, саналы өмір сүреді ғой. Міне, мощный конкретный бұл результаттар өте көп, ол прям мощный инструмент да, мен айтар едім. И әр қазаққа саналы өмір сүргенді мен өзім ұсынатын едім. Мен өзімнің біліміме 100 емес 200% жауап беретін адаммын да. Егер де сенің өзіңнің ниетің болса, ниетім өсемін, мен басқаша өмір сүремін, мен саналы өмір сүремін десең, просто дайынмын да. Мен соны беруге дайынмын. Болды. Ал шешім сенің өзіңнен.